Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге Эльмира Мажитқызы. Бүгін сіздерге үйдің таза сүзбесінен сырникке дайындап көрсететін боламын. Мендегі өте құрғақ және өте ұсақ сүзбе. Үстіне 2 жұмыртқаны қосамыз және 2 ас қасық шекерді қосып, барлығы біркелкі болғанға дейін әбден араластырамыз. Міне барлығын езіп араластырып алдық. Енді үстіне 2 ас қасық ұнды қосып, тағы да біраз уақыт араластырамыз. Дайын болғаннан кейін тақтайдың үстіне барлығын осындай дөңгелек формада қойып шығамыз. Одан кейін қызып тұрған табаға кішкене ғана сұйық майды құйып, сырниккені салып, 2 жағын алма-кезек аударып отырып, қызартып, пісіріп дайындап аламыз. Сырникке дайындағанда ең алдымен сүзбеге мән берген дұрыс. Сүзбеңіз өте құрғақ болғаны жақсы. Егерде сүзбеңіз ірі болса, блендердің көмегімен езіп алсаңыздар болады. Менде сүзбе өте ұсақ болғандықтан мен қасықтың көмегімен араластырып, барлығын езіп, біркелкетіп алдым. Мен сырниккені 2 жағын аударып отырып, қызартып, барлығын дайындап алдым. Дайын болғаннан кейін өздеріңіздің қалауыңыз бойынша үстіне қаймақ қоссаңыздар да болады. Мен мына жерде сгущенка қою болғандықтан үстіне 1 ас қасық қайнаған суды құйып, сұйықтау қылып үстіне құйып шықтым. Сіздер де осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Дәмі өте керемет, әрі тез дайын болады. Міне сырникке дайын. Үстіне осылай қасықпен сгущенканы құйып шықтым. Дәмі өте керемет болады. Ас болсын.